Жақсы, біз жиын негіздері бойынша саяхатымызды жалғастырамыз. Бүгінгі видеода біз жаңа бір ұғымды енгіземіз, бірақ алдымен осы уақытқа дейін не істегенімізді еске түсірейік. Сіз бұны бірнеше рет естігенді ұнатпауыңыз мүмкін, бірақ мен қай жерден бастағанымызды, қаншалықты алға жылжығанымызды және қанша жетістікке жеткенімізді еске салғым келеді, дұрыс па? Ең алғашқы үйренгеніміз мысық пен итті жіктеу болды, солай ма? Одан кейін номад лояллық бағдарламасы мысалында KNN ең жақын көршілер алгоритмін үйрендік. Біз жасты ай сайынғы шығындарды қарастырып, адамның тіркелетінін немесе тіркелмейтінін анықтадық. Ең жақын көрші алгоритмдегі 1, 3, 5, 7 мәндерін есіңізде ме? Неге тағы сандар? Себебі, ол кезде біз бинарлық категорияларды анықтадық. Не тіркеледі, не тіркелмейді. Немесе жоқ. Одан кейін евклидтік қашықтықты үйрендік. Сондай-ақ RAG деген не екенін үйрендік. RAG Retrieval Augmented Generation. Ал бұл евклидтік қашықтыққа қалай байланысты? Мысалы, сіз сұрақ қойғанда және ChatGPT ішінде RAG жүйесі бар болса, жаңа сұрақ пен RAG арасында қашықтық есептеледі. Сол қашықтықты есептеу арқылы сұрақтың RAG-ға қатысты екенін немесе қатыссыз екенін анықтауға болады. Мұның барлығын Python кодында оңай іске асыруға болады. Себебі сіз енді API сервистерін қолдануды білесіз. Барлық негізгі AI шешімдері API сервистерін ұсынады. Сондықтан сізге тек Python кодыңызға да API құпия кілтін енгізу керек. Сонда сервиске сұраныс жіберіп, сұрақтарыңызды өңдей аласыз. Дұрыс па? Одан кейін біз Random Forest алгоритмін үйрендік. Кездейсоқ орманға дейін шешім ағашын үйрендік. Солай ма? Нәсие рейтингі дегеніміз не? Содан кейін жұмыс өтілі, қарыз коэффициенті және тағы басқа факторларды қарастырып, соңында несие өтінімінің мақұлданатынын немесе қабылданбайтынын анықтадық. Дұрыс па? Одан кейін Random Forest үйрендік. Бір ағаш жеткіліксіз екенін білесіз ғой, дұрыс па? Бізге тәуелсіз шешім қабылдайтын мыңдаған ағаштар қажет. Содан кейін олардың дауыстарын біріктіріп, ең сенімді қорытынды жасаймыз. Осылайша кездейсоқ орманды үйрендік. Кейін қауіпсіздік бақылау жүйесі мысалында алгоритмдік әділетсіздікті, bias зерттедік. Белгілі бір адамдар тобы алгоритм немесе жиналған деректер жиынтығына байланысты әділетсіз жағдайға тап болу мүмкін екенін үйрендік. Сондықтан енді модельдің немесе алгоритмнің bias бар жоғын 80% аудит тестін іске қосу арқылы тексеруді білесіз. Есіңізде ме? Егер әрбір ұсынылған топ 80% шектен өте алса, онда алгоритм әділетсіз емес деген сөз. Содан кейін біз болжам жасау үшін бір ғана факторды қолданатын қарапайым сызықтық регрессияны үйрендік. Одан кейін бірнеше факторды қолданатын көп факторлы сызықтық регрессияны да меңгердік. Мысалы, дронның батареясы қанша уақытқа жететінін есептеген кезде атмосфераның температурасы, желдің жылдамдығы, жүктің салмағы, ұшу биіктігі, ұшу жылдамдығы сияқты бірнеше факторды қатар ескеру қажет. Яғни, осы факторлардың барлығы батареяның қанша уақыт жұмыс істейтінін анықтауға әсер етеді. Сонымен, бұл көп факторлы сызықтық регрессия. Ал одан кейін біз R квадрат көрсеткішінде үйрендік. Ол әрбір жеке фактордың немесе бірнеше фактордың бірігіп, нәтижедегі өзгергіштікті қаншалықты түсіндіретінін көрсетеді. Сонымен қатар біз сенімділік интервалы ұғымында үйрендік. Одан кейін біз Hugging Face платформасындағы сентимент талдауды қолдануды үйрендік. Яғни сентимент талдау белгілі бір мәлімдеменің
позитивті, негативті немесе бейтарап екенін анықтауға мүмкіндік береді. Дұрыс па? Ол кезде біз Hugging Face моделін пайдаландық. Сондай-ақ біз Zero Shot Classification әдісін қолдандық. Қолдау қоңыраулары мен электрондық хаттарды дұрыс бөлімге бағыттау үшін. Биллинг бөліміне, техникалық қолдау бөліміне немесе жеткізу бөліміне. Дұрыс. Біз тіпті жаңа бөлім, заң бөлімі қосып көрдік. Содан кейін модель қоңыраулар мен хаттарды заң бөліміне бағыттай ала ма? Соны тексердік. Біз оны тестіледік. Одан кейін біз мәтінді қысқарту әдісінде қолдандық. Бұл ұзын мәтінді бір абзацқа немесе бірнеше сөйлемге қысқартуға мүмкіндік береді. Егер сізде ұзын электрондық хаттарды оқуға уақыт болмаса, мәтінді қысқартқышты пайдаланып, негізгі мағынаны тез түсіне аласыз. Содан кейін біз API сервисін қолдандық. API дегенде ол Application Programming Interface, қолданбалар арасындағы бағдарламалық интерфейс. OpenAI, Claude, Gemini және басқа сервистер қолданушыға хабарлама жазуға болатын чат терезесін ұсынады. Бірақ бұл жалғыз жол емес. Біз компьютерлерге чат терезесінің артында өзара сөйлесуге мүмкіндік бере аламыз. Яғни бірнеше мәтін жолын жіберіп, API сервисіне оларды талдатуға, сентимент талдау жасауға, немесе мәтінді қысқартуға тапсырма бере аламыз. API сервисімен жасауға болатын мүмкіндіктер өте көп. Жақсы жаңалық. Сіздің Google Colab'тағы Python кодыңыз осының барлығын сіз үшін орындай алады. Ал соңғы сегментте біз K-means кластерлеуін қолдандық. Сандардағы заңдылықтарды табу үшін. Біз оқу сағаттары, видеоларды аяқтау деңгейі сияқты деректерді алып, компьютерден ұқсас мінез құлық көрсететін студенттер топтарын табуды сұрадық. Соның нәтижесінде код деректерді 4 топқа бөлді. Сондықтан К мәні 4-ке тең болды. Егер сіз оны 3-ке өзгертсеңіз, онда студенттер 3 топқа бөлінеді. Белгілі бір сағат санын оқуға жұмсайтын және видеоларды қарайтын студенттер кластерлерін қарау арқылы біз студенттердің жалпы мінез құлқы туралы жақсы түсінік аламыз. Алайда егер бір студент 10 сағатын оқуға жұмсап, видеолардың 90%-ын көрсе, біз оның не себепті олай істегенін білмейміз. Мүмкін ол курсты өте қызықты деп тапқан шығар. Бірақ бұл студенттің шатаспағанын білдірмейді. Егер студент тақырыпты түсінбесе, ол видеоларды қайта-қайта қарап, көбірек уақыт жұмсауы мүмкін. Кейбір студенттер онлайн курсты оқу үшін аптасына 38 сағат жұмсайды. Ал кейбір студенттер 2 сағат қана жұмсайды. Кейбіреулері тек 2 видеоны ғана қарайды. Бұл бізге студенттердің қалай әрекет ететінін көрсетеді. Бірақ олардың неліктен солай әрекет еткенін көрсетпейді. Сондықтан бүгін біз мінез құлықты кластерлеуден көзқарастық талдауға көшеміз. Біз K-means'та үйренген топтау логикасын алып, оны мәтінге қолданамыз. Біз әртүрлі NLP шешімдерін үйрендік, мысалы, мәтінді қысқарту және сентимент талдау. Бұларды орындаудың бірнеше жолы бар. Hugging Face моделін немесе OpenAI сервисін қолдануға болады. Бірақ сентимент талдаудың тағы бір тәсілі бар. Мысалы, Python тілінде text blob деп аталатын кіріктірілген NLP кітапханасы бар. Және бүгін біз соны қолданамыз. Text blobтың жақсы жағы ол ақыл емес, яғни тегін. OpenAI API сервисінен айырмашылығы бар. Елестетіп көріңіз. Егер сізде 100 мыңдаған студенттік кері байланыс мәтіндері болса, оларды OpenAI API арқылы талдау өте қымбатқа түсуі мүмкін. Ал TextLog өте жылдам, қарапайым, жеңіл және ең бастысы тегін.
Сондықтан енді кодты қарап көрейік. Kessler Feedback Analyst, sentiment талдауы. Бұл бірінші код, және көріп тұрғаныңыздай бізде 12 кері байланыс пікірлері бар. Олардың ішінде позитивті, бейтарап және негативті пікірлер бар. Біз text blob қолданамыз. Себебі Python кодтарының басында кітапханаларды импорттау қажет екенін білеміз. Және мұнда text blob қосылған. Бұл код text blobты іске қосып, әр пікірді позитивті, негативті немесе бейтарап деп жіктейді. Яғни әрбір пікір өз санатына түседі. Міне нәтижесі осындай. Бұл AI курсы менің өмірімді өзгертті. Бұл өте позитивті пікір, сондықтан ол позитивті деп белгіленеді. Бірақ мынау қызық. Екінші пікір. И тапсырмасы тым көп. Мен үлгере алмадым. Тапсырмалар тым көп болды. Оқу қарқынына мүлде ілесе алмадым. Ал қызығы, жүйе оны да позитивті деп белгілейді. Неліктен? Мен неге олай екенін түсінбеймін. Жарайды, оған кейінірек қайта ораламыз. Ал мына пікірде оқытушы ұғымдарды анық әрі түсінікті түсіндіреді. Позитивті. Я, мен де сонымен келісемін. Дәрістер жалықтырады. Негативті. Я, келісемін. Контент жақсы, бірақ платформа жиі істен шығып отырды. Бұл аралас нәтиже екен. Оң және теріс. Сондықтан text blob жүйесі, я, бұл бейтарап деді. Жақсы. Ал кейіннен өте көп оң нәрсе үйрендім деп шықты. Бұл курс жаман емес, ерекше ештеңе жоқ. Бұл бейтарап. Өте нашар тәжірибе. Тапсырмалар түсініксіз болды, тағы сол сияқты. Бұл теріс пікір ғой, дұрыс па? Міне, text blob осылай жұмыс істейді. Жарайды ма? 5 оң, 4 бейтарап, 3 теріс. Бірақ екінші пікір сәл түсініксіз болды. Ол оң деп белгіленген. Ал онда и тапсырмасы тым көп, мен қарқынына ілесе алмадым деп жазылған. Сонымен бұл. Егер сізге шынайы дәлдік және әлде қайда интеллектуалды sentiment analysis керек болса, онда GPT, Cloud немесе коммерциялық AI шешімдерінің API қызметтерін қолданғаныңыз жөн. Ал егер сізге көп көлемді деректерді қарапайым талдау үшін өңдеу керек болса, text blob немесе Hugging Face sentiment analysis қолдануға болады. Мұндай құралдар көп, бірақ көбіне жылдам, жеңіл, әрі тегін нұсқалар жеткілікті. Сіз бұл жерде аса дәл талдау іздеп отырған жоқсыз. Сондықтан тегіндері жарайды. Бірақ көріп отырғаныңыздай екінші пікір оң деп жіктеліп кеткен. Яғни, егер дәлдік қажет болса, бұл тегін құралдар сізге жеткіліксіз болуы мүмкін. Бұл үйренетін нәрсе. Сіз тек сынап көріп, зерттеп, соңында өз қорытындыңызды жасауыңыз керек. Жай ғана сынап, нәтижесін қараңыз. Келесі код жалпы нәтижелерді визуализациялауға арналған. Ол табиғи тілді өңдейді, яғни NLP құралдарын қолданады. Text blob табиғи тілді өңдеуге арналған құралдар кітапханаларының бірі. Мұнда біз нәтижелерді D3 графикасы арқылы көрсетіп отырмыз. D3 графикасы өте күрделі. Оны қолмен өзгерту қиын. Сондықтан графиканы жақсарту үшін AI серіктесті қолдануға болады. Мен G3-ті толық меңгермедім. Кодты аздап өзгерту үшін AI серіктесті қолданамын.
Мен Ditrit'i қолдануды толық меңгерген жоқпын. Кодты өзгерту үшін AI қолданамын. Бұл жерде диаграммалардың бөлінісі дөңгелек диаграмма және сөздер бұлты көрсетіледі. Сол жақта 12 пікір оң, бейтарап және теріс болып жіктелген. Оң жақта кілт сөздердің тығыздығы. Мысалы, course сөзі көп рет айтылған. Сондықтан ол үлкен қаріппен ортасында көрсетілген. Яғни, кодты өзгерту арқылы бұл графиканы әдемілеуге болады. Сонымен бұл нәтижелерді көрсетеді. Бұл мәтіннен жақсырақ. Келесі бөлім чатбот. Сіз өзіңіздің чатботыңызды жасай аласыз. Hugging Face'тен көптеген тегін шешімдер бар, бірақ біз қайтадан OpenAI қолданамыз. Есіңізде ме, өткен жолы сентимент анализі үшін API кілт қажет болған. Бұл дегеніміз OpenAI-ға кіріп, аккаунт ашып, API құпия кілтін жасап, оны осы жерге енгізу керек. Егер кілтті енгізбесеңіз, код жұмыс істемейді. Сондықтан кілтіңізді міндетті түрде алыңыз. Егер қалай жасау керегін білмесеңіз, білуіңіз керек. Себебі біз бұған дейін сентимент анализиспен осындай жаттығу жасадық. Бірақ бұл жолы чатбот жасау үшін кілт қажет. Алдымен кілтіңізді алыңыз, сосын қайта оралып, оны ешқашан достарыңызбен бөліспеңіз және ашық жерге жарияламаңыз. Мысалы, кодыңызды GitHub-қа жүктегенде, әсіресе public режимде API кілтіңізді қоспаңыз. Себебі бірнеше минутта адамдар оны тауып алып, өз жобаларында пайдалана бастайды. Сонда картаңыздан көптеген төлемдер шығып кетуі мүмкін. Сондықтан GitHub-қа жүктегенде кілтті өшіріңіз. Кілтіңізді ешкімге бермеңіз. Жақсы, енді біз не істейміз? Үлгі мәтіндер береміз. Елестетіңіз, бұл 100 000 жол мәтін сияқты. Оларды бір-бірлеп оқығыңыз келмейді ғой. Сондықтан үлгі мәтінді қойып, осы жерде талдаймыз. Жеке коучинг ұсыныңыз. Міне бұл промпт бөлігі, яғни коучингке арналған промпт. Сіз жылы шырайлы қолдаушы оқу коучысыз. Студент өзінің AI курсы туралы сезімін бөлісті, дұрыс па? Содан кейін сіз ChatGPT-ге бұл жауап беру тәсілін көрсетесіз. Жақсы, сіз коучсыз. Содан кейін студенттің пікірін енгізіп, сезімталдықты анықтайсыз. Жақсы ұпайды көрсетіп, осы тәсілмен жеке коучинг ұсыныңыз. Растау. Әрқашан студенттің сезімін мойындау керек. Сонда ол өзін түсінілген және күшті сезінеді. Сосын пікірден күшті жағын анықтап, нақты әрекетке болатын кеңес беріңіз. Соңында жылы, мотивациялық бір сөйлеммен аяқтаңыз. Сонымен, сіз GPT жауабын құрастыру форматын дайындап жатырсыз. Бұл prompt engineering. Форматты қалай өзгертсеңіз, AI-де сол форматта жауап береді.
Ойнап көріңіз, өзгертіңіз, нәтижеге қалай әсер ететінін байқаңыз. Мұнда біз GPT 3.5 турбоны қолданамыз. Қаласыңыз 4.0, 5.0, 6.0 дауыс аласыз. Бірақ кейбір құрылымды өзгерту қажет болуы мүмкін. Қате шықпас үшін дұрыс модельге дұрыс құрылымды ChatGPT-тен сұрай аласыз. Максималды токен 300, temperature 0.7. Егер шығармашылықты арттырғыңыз келсе, температурды өзгертіңіз. Егер temperature тым жоғары болса, мағынасыз жауаптар шығуы мүмкін. Ал егер тым төмен болса, жауаптар өте қарапайым, жалпы және қызықсыз болады. Сондықтан температуремен ойнап көріңіз, бұл prompt engineering. API қызметіне байланысты айырмашылықтар болуы мүмкін. Мысалы, Grok қалай құрылымдалғанын білмеймін, бірақ Grok, Gemini сияқты әртүрлі модельдердің құрылымы мен параметрлері әртүрлі болуы мүмкін. Жақсы, о бәрін өңдеп, UI жасайды және мәтін енгізуге арналған өріс береді. Бастапқы сентимент сонда көрсетіледі. Сіз өз мәтініңізді де осы жерге енгізе аласыз. Сіз көшіріп қоюдың қажеті жоқ. Жай ғана үлгі бірге басыңыз. Мысалы, AI курсы менің өмірімді өзгертті. Жобалар керемет болды. Енді machine learningді түсіндім. Талдап бер. Содан кейін ол G-коучингінің кері байланысын жасау аяқталды деп айтады. Промпттағы форматты есіңізде ме? Алдымен acknowledgement. Сіздің энтузиазмыңыз шабыттандырады. Және тағы сол сияқты. Промпт құрылымына қарай чатбот жауап береді. Енді өз мәтінімізді енгізіп, қалай жауап беретінін көрейік. Мысалы, бұл курс өмірлік нақты кейстерді көп қолданады. Мен бір нәрсе үйрендім. Жақсы, онда былай деп қояйық. Бұл бейтараптан гөрі оңырақ сияқты. Жақсы. Енді бұл бізге сентимент көрсету керек. О, бейтарап деп тұр, бейтарап деп шықты. Курстағы өмірден алынған нақты кейстер сізге әсер еткенін естуіме қуаныштымын. Бұл тәсілден пайдалы нәрсе тапқаныңыз өте жақсы. Сіздің теорияны практикалық қолданумен байланыстыра алатыныңызды байқадым. Бұл дағды жасау процесінде өте маңызды. Үйренген AI концепцияларын пайдаланып, өзіңізге шағын мини кейс стади жасап көріңіз. Теорияны нақты мысалдармен қолдану түсінігіңізді одан әрі тереңдете түседі. Осы қарқынмен жалғастыра беріңіз. Сіздің табандылығыңыз бен ынтаңыз сізді бәрін меңгеруге алып келеді. Сіз дұрыс жолдасыз, солай ма? Талдау аяқталды. Яғни, өз мәтінімді енгізгенде осындай кері байланыс берілді. Енді теріс пікірді байқап көрейік. Жақсы. Дәріс видеолары тым ұзақ әрі жалықтырады.
Маған көбірек жеке персонализацияланған коучинг керек. Осыған ұқсас нәрсе. Енді талда. Жақсы. Енді ол тікелей анықталған сентимент теріс деп тұр. Дұрыс па? Мен сізді естіп тұрмын. Дұрыс па? Ол сіздің сезіміңізді мойындайды. Иә, мен сізді естіп тұрмын. Ұзақ әрі жалықтыратын дәрістерден шаршау қиын нәрсе. Сіздің оқу тәжірибеңіз маңызды, және мен көмектесу үшін осындамын. Сіздің көбірек жеке коучингке деген қалауыңызды бағалаймын. Бұл сіздің дамуға және түсінуге деген ұмтылысыңызды көрсетеді. Видеоларды көрген кезде белсенді түрде жазба жасап көріңіз. Бұл қызығушылықты сақтауға көмектеседі. Өзіңізге жеке оқу нұсқаулығын study guide жасаңыз. Бұл бір сарынды азайтып, есте сақтауды арттыруға көмектеседі. Есімізде болсын, кез келген қиындық үйрену мен өсуге мүмкіндік. Оң көзқараста болыңыз. Сіздің еңбегіңіз соңында өз жемісін береді. Мұндай теріс пікірдің өзінен де коучингті кері байланысты осылай беру өте жақсы тәсіл. Енді бәрі сізге байланысты. Чат-ботты өз қалауыңызша жобалай аласыз. Сіз оны өзгерте аласыз, реттей аласыз. Қазір сіз кодтың бөлімдерін өзгертуге әлдеқайда сенімдірек сезініп тұрған шығарсыз. Солай ма? Міне, промпт. Сіз бұл промптты өзгерте аласыз. Мысалы, көбірек деталь бер деп сұрауға. Немесе студентпен ұзақ диалог құру үшін қосымша сұрақтар қоюға болады. Яғни промптты өз қажетіңізге қарай бейімдей аласыз. Осылайша сіз GPT API қызметін пайдаланып, қарапайым чат-бот жасауды үйрендіңіз. Claude, Gemini немесе басқа API қызметтерінде байқап көруге болады. Әрине, жауаптар әртүрлі болуы мүмкін. Содан кейін контекстті өзгерте аласыз, және тағы басқа мүмкіндіктер бар. Осы уақытқа дейін үйренгеніміздің өзімен-ақ сіз көптеген нәрсе жасай аласыз. Ал бізде әлі де үйренетін дүние көп. Сондықтан жаңалықтарды күтіңіз.